Елімізде енгізілген бұл карантин салдарынан ойда жоқта қаншама азамат жұмыссыз қалып қойды. Ол азаматтардың артында отбасы, несие, ипотекалары бары сөзсіз. Осы ретте мемлекет бірден әлеуметтік көмек ұсынуды қолға алды. Алғашы болып құжат тапсырған ақсулық тұрғындар да 42.500 теңгелерін алып үлгерді. Менің осылай үйде қашықтықтан жұмыс жасап жатқаныма 2 аптадан асып кетті. Мойындау керек, бұл вирус, бұл елде енгізілген төтенше жағдай бірқатар жоспарларымызды өзгертті. Санамызға сілкініс жасап, біраз тоқтап, ойлануға мүмкіндік берді. Ең қиыны осы сәтте қаншама адам жұмыссыз қалып, үйде отыруға мәжбүр. Солардың бірі Ақсу қаласының тұрғыны Рысжан Сағындыққызы. Ол нөмірі 8-ші мектептің асханасында аспаз болып жұмыс жасаған. Елдегі соңғы жағдайға байланысты жұмыссыз қалып, осы көмекке жүгінген. 42.500 теңгесі шотына бір аптада түсті. 10 марттан бізге карантинға жіберді. Сосын естідік 42.500 беретін үкімет. Соған қағаз жинап, соны алдық 42.500. Оны біз коммунальныйға, тамаққа, соған жеткіземіз. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ұсынған мәліметінше, қазіргі таңда Ақсуда 354 адам 42.500 теңге көлеміндегі көмекке ие болған. Олардың 87-сі ауылдық аймақ тұрғындары. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат, арнайы Ақсу қаласынан.